сабағымыздың тақырыбы қалдықтарды сұрыптау. Қане айтамыздар? Қалдықтарға не жатады бала? Не жатады деп ойлайсыздар? Қағаз, пластик, тағы да шыны, тағы да бутылка жатады, иә? Бұларысты қызыл жәшікке саламыз, иә? Пластик ыдысты жақында, қағаздарды көпке, қалдықтарды бүгінге саламыз. Қай енді қалдықтардың барлығын салып шығамыз, екі бала шығар топтарға. Мынандай күнделікті біз ішіп жүрген сусын бар ғой.